Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, құрметті бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір күні бір сахаба келіп: "Я Расулалла, маған бір сондай бір ауыз сөз айтыңыз. Басқа содан кейін ешкімнен сұрамайтын болайын ислам туралы" деген екен. Яғни бір ауыз сөз бүкіл исламды ішіне қамтыса, менің жүріс-тұрысымды қамтыса, әйтеуір маған өмірімнің аяғына шейін жетерлі болатын бір ауыз сөз айтыңызшы дейді. Сонда сол сахабаға Суфиян ибн Абдулла ат-Сақафи деген сахаба кісі болады. Сол кісіге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір ауыз сөз айтады. Аллаға иман келтірдім деп айтта, сол айтқан сөзіңде тұрақты бол деп айтады. Мастақим. Бүгінгі тақырып сол истиқама. Діндегі осы истиқама мәселесін сөйлегім келеді. Неге арабша айтып жатырмын? Өйткені бұның аудармасында тіке мағынада аударсаңыз, мысалы енді біз Фатиха сүресінде оқып жүрміз, Ихдинас сиратал мустақим дейміз. Сол мустақим истиқама сөзі. Екеуі бір-біріне келеді. Тура жол деген мағынаны берсе, мұстақим. Енді сират деген жол, мұстақим деген тура, дүп түзу. Истиқама дегеніміз түзу болуды, түзелуді айтады. Сөзбе сөз аудармасы. Бірақ ғалымдарымыз бұл сөзді әртүрлі түсіндіреді. Сол сөздерді жинасақ, истиқама дегеніміз ол біріншіден Алланың құлшылық ғибадатында тұрақты болу. Екіншіден сол жолдан айнымай, барынша сол жолды өлілгенше мойнына көтеріп өту. Истиқама дегеніміз бұл тек қана бір ғана осылай енді түзу болу деген мағынаны бермейді. Ғалымдарымыз түсіндіреді. Истиқама дегеніміз, яғни тура болу, түзу болу дегеніміз бұл тілде, бұл жүректе, бұл қол аяқта болады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды білесіздер, иманды түсіндірген кезінде иман дегеніміз не дегенде 7 иманды айтып кетеді. Имам Абу Ханифа рахматулла алейх иман деген сөзді түсіндіріп жатқанда, иман дегеніміз ол жүрекпенен біліп, соны тілмен айту дейді. Немесе керісінше тілмен айтып, соны жүрекпен білу дейді. Көп адамдар ойлайды, имам Абу Ханифа осы жерде иржа жасады, муржиялар сияқты болды. Сол арқылы о кісі қателесті, амалды иманның ішіне қоспады деп айтады. Бұл қате пікір. Имам Абу Ханифаның иштихатын түсінбеген. Имам Абу Ханифаның фиқ мәселелеріндегі, енді ақида дегені о кісінің алдында бәрібір фиқ болады, фиқхул акбар. Яғни фиқ мәселелеріндегі ол кісінің усул, яғни хадис алу, Құран аятын алу мәселесін түсінбегені болады. Иржа дегеніміз не? Иржа дегеніміз, бұл енді муржия деген бір исламда адасқан топ бар. Ол ража, үміт дегеннен шыққан. Мысалы, хауариж дегенде топ бар. Бұл қазіргі заманда ол бар топ. Бұларды енді такфиризм деген топты да айтады. Жамаатул джихад дейді, жамаатул хиджра дейді. Бұл топтың барлығы сол бір нәрсені сайып келеді. Яғни көбінесе әйтеуір мұсылмандарды кәпірге шығару мақсатында. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманнан кейінгі заманда пайда болған топ еді. Осы топтың басқасынан айырмашылығы, кім күнә жасаса, соның бәрі кәпір дейді. Күнә жасағанның бәрі кәпір дейді. Өйткені күнә жасаған кезде адам иманнан шет болады, иман шығып кеткеннен кейін болды, ол кәпір болады дейді. Ал муржия деген топ, ол үміт қылады. Ол үміт қылғаны сонша, адам бір иман келіп алғаннан кейін оның жүрегінен шықпайды дейді, ол қанша күпірлік қылса да дейді.
яғни күнә адамға әсер етпейді деп айтады. Сол үшін амал иманға жатпайды. Яғни сіз қанша күнә жасаңыз, басқа жасаңыз, әйтеуір сіздің жүрегіңізде иман орнықты ма, одан шығып кетпейді дейді. Сөйтіп түсіндіреді. Имам Абу Ханифаның амалды иманның шартына кіргізбеуі бұл иржаны білдірмейді, бауырлар. Имам Абу Ханифа рахматулла алейх амал деген сөзді пайғамбарымыздың бүкіл хадисін талқылап алып келеді. Талқылап алып келіп, мына бір тұжырымға келеді. Біріншіден, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда мутаватир хадис бар. Кім-де-кім ла илаха иллалла Мухаммаду Расулулла десе, басына не туса, о тусын, ол кісі жәннатқа кіреді дейді. Бітті. Айтсаңыз болды. Немесе пайғамбарымыз айтты, кім-де-кімнің ең соңғы сөзі ла илаха иллалла Мухаммаду Расулулла болса, ол кісі жәннатқа кіреді дейді. Яғни тіл маңызды рөл атқарады. Ал енді пайғамбарымыздың басқа бір сөзінде жүрек туралы айтқанда иман мына жерде деген көрсеткен бар. Яғни иман мынау жүректе болады біріншіден, екіншіден тілмен айту маңызды болатындығын хадистерден, мутаватир хадистерден алады. Ал енді амал бабында келген хадистер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген бұл хадистердің бәрі субутуху ланни, кейде қат'i болады, бірақ далалатуху ланни болады әрдайым. Яғни қай жақтан келсе де, ол Құранның тарапынан келсін, жоқ хадис тарапынан дәлел келсін, бұның нұсқау мәселесі ланни болады. Көп мағыналы болып келеді. Себебі, егер амал шынымен ақ иманның шарты, міндеті болып қалатын болса, ондай болса, пайғамбарымыз айтпайтын еді. Кім-де-кім ең соңында өлейін деп жатыр, оған дейін не істесе осы десін. Не істесе осы десін. Бірақ өлейін деп жатқанда калиманы айтса, ол жәннатқа деді. Ол намаз оқыды ма, оқымады ма, ораза тұтты ма, тұтпады ма, басқа мәселені айтқан жоқ, білесіздер ма? Амал айтқан жоқ, амалды айтқан жоқ. Ол амал бірақ маңызды емес деп айтылмайды, бауырлар. Бәлки амал туралы басқа хадистер көп. Осы хадистердің көпшілігі, бұл сахих хадис, басқа деп айту емес, әңгіме усулул фиқта бұл жерде. Осы амалдардың көпшілігі нұсқауыны көп мағыналы болғаннан кейін имам Абу Ханифа иманның шарты, яғни фарызы емес, иманның уәжибі деп айтады. Уәжib пенен фарз имам Абу Ханифада бөлінеді. Екеуі бөлінеді. Басқа кісілер уәжib не, фарыз не, екеуін бір деп алса. Оның енді мәселелері өте көп, оған мен кіріп не қылғым келмейді, бірақ сіздерге түсіндірме ретінде айтып кеткім келіп отыр. Истиқама дегеніміз енді сол бапқа оралудан бұрын мен тілді және жүректің маңыздылығын, амалдың маңыздылығын осы үш нәрсеге тоқталып кеткім келеді, бауырлар. Біріншіден, тіл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, тіл түзелмей, адамның жүрегі түзелмейді деп айтады. Тіл түзелмей, адамның жүрегі түзелмейді. Сол үшін шынымен ақ бірінші орында адам жақсы сөз, дұрыс сөз сөйлеу керек. Өтірік, ғайбат, өсек, мақтаншақтық, сөз тасушылық, жала жабушылық, боғауыз сөз, ұятсыз сөз, осы сөздің барлығы тілдің апаттары. Тілдің апаты. Тағы да ғалымдарымыз айтқандай, 10 күнәнің 9-ы тілден деп айтатыны содан. 10 күнәнің 9-ы тілден деп айтатыны содан. Тіл өте маңызды адамға рөл атқарады. Сізбен біз айтпаған сөзіміз болса, ол біздің олжамыз болады. Олжамыз. Ал егер аузыңыздан, тіліңізден шықса, бір нәрсе шықса тіліңізден, ол олжа болмайды, оны ұстамайсыз. Бәлки екі иықтағы періште соны жазады, ол сізге қарсы шығады. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады, Алла Тағала қияметте тілді байлап қойып, тілді тоқтатып, қол аяғы сөйлейді деп айтады. Қол менен аяғы терісі сөйлейді дейді. Өйткені тіл шынымен ақ кезінде дұшпан еді. Бір ғалымдар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис бар, тілді күніге таңертең тұрғанда басқа ағзалар айтады екен, ей тіл, біз сенің бодауыңдамыз, яғни біз саған байланып тұрмыз. Сен жақсы болсаң, біз жақсы боламыз, сен жаман болсаң, біз жаман боламыз деп айтады.
Екінші маңызды нәрсе жүрек, бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, денеде бір ағза бар. Егер ол бұзылатын болса, адамның өзі бұзылады. Егер ол түзелетін болса, адам да түзеледі дейді. Ол жүрек деп айтады. Пайғамбарымыз бір сөзінде айтады, иман мына жерде деп жүрегін көрсеткен болады. Енді басқа қол аяқ амалдарына келетін болсақ, бауырлар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көп істерде, көп сөздерде Пайғамбарымыздың өзінің жасаған амалдары болсын, басқалары болсын, ғибадат, құлшылықты қатты теңеп кетті. Сол амалға нұсқаушы болған аяттардың бірі Құран-ы Кәрімде «Фа'буд хатта я'тиякал яқин» дегені. Саған өлім келгенге дейін құлшылық етіп кет деген нәрсе. Яғни бір адам айтуы мүмкін емес. Мен ақиқатқа жетіп қойдым. Енді ақиқатқа жеткеннен кейін болды, маған намаз оқымауыма болады, болды, маған ораза тұтпауыма болады дегендер де бар шығар. Ал кейбіреулер бар, біздің үлкен піріміз, ұстазымыз өзі сондай намаз оқиды, ол бір намазы біздің жүзіміздің намазына дұрыс келеді. Ол кісі сондай қылып ораза тұтады, оның бір тұтқан оразасы біздің пәленіміздің оразамызға тең келеді. Сондықтан біз ораза тұтпай-ақ қойса да болады дегендер де бар. Кейбіреулер айтады, біз ораза менен намазды өзіміздің пірімізге тапсырып қойдық. Ол бізді қорғаушы, ол бізді құтқарушы деп айтады. Түсінесіздер ма? Бұл біздің шариғатымызға қай халде де дұрыс келмейді. Мен түсінем, ол кісі мүмкін енді жаңадан келген дін ұстанушыны сол намаз, ораза десе, анау кісі имандылықтан қашып кететінін біліп тұрып, жалқаулығын біліп тұрып, сен бірінші кішкентай сол имандылыққа кел, намаз қиналып тұрмын десе, намазыңды кішкентай қоя тұр, ораза десе, оразаң қоя тұр деп, мүмкін бір исламға қандай да бір жеңілдік жасағысы келген шығар. Бірақ, бауырлар, намаз да, ораза да мөрленіп басылған парыз, оны өзгерту ешкімнің ақысы емес. Сондықтан ол жерде бір адамға жеңілдік қылам деп тұрып, мүлде оқымай-ақ қой, мүлде тұтпай-ақ қой деп айту, ол ағаттық болып саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген сөздерге қарасақ, истиқама деген сөздің мағынасы әрдайым ұдайы болуды айтады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда келген хадис бар. Алла тағалаға ең сүйікті амалдардың бірі аз болса да әрдайым болатыны дейді. Аз болса да әрдайым тоқтамай, әрдайым болатыны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда тағы да хадис бар. Өздеріңнің күштеріңе қарай ғибадат жасаңдар деген сөз бар. Бір күні пайғамбарымыз мешітке кіріп келеді саллаллаху алейхи вассалам. Кірсе, жіп ілініп тұр да. Мынау не жіп дегенде, бұл сіздің қызыңыз Зейнептің жібі. Кешке түнде келіп намаз оқиды, құлап қалғанша оқиды. Ақыры құлап аяққа тұрамаса, жаңалдегі жіпке ілініп тұрады деген екен. Ойласаңшы, адамдар осылайша жіпке ілініп болса да құлшылық еткен. Соншалықты қатты ықылас болған ол кісілерде. Сонда пайғамбарымыз жіпті қиып тастаңдар, шаршасаңдар, ұйықтаңдар, адам өзінің күші жеткенше құлшылық етсін деп айтады. Бір күні Омардың ұлы Абдулла түс көреді. Бір қызығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әдеті екен. Таң намазында келген кезінде кейбір адамдар, я Расулалла, бір түс көріп едім, айтасыз ба десе, отырады екен ол кісі. Жұрттар отырып алып түстерін айтып береді екен. Мен анандай түс көрдім, мен мынандай түс көрдім, соны жорып бересіз ба дейді екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол кісілерге түсін жорып береді екен. Бірақ Абдулла айтады, мен еш түс көрмеймін дейді. Көрсем ұмытып қалам дейді. Айтам деп келе жатам, ұмытып қалам. Жаттап алам деймін, ұмытып қалам. Еш болмайды дейді. Ақыры бір күні түс көрдім дейді. Содан сол түсімді сақтап алдым, дайындап алдым. Енді таң намазына барсам, пайғамбарымыз ол жерде тұрып кетіп қалды, ешкімді тыңдамады. Содан енді өзімнің әпкеме бардым дейді, Хафсаға. Сөйтіп, әпкеме бардым да айттым дейді. Негізі менде бір түс көріп едім. Сол түсімді пайғамбарға айтсам деп едім дейді.
соны сен жеткізесің ба дейді. Иә, жеткізейін. Сөйтіп Хафсаға түсін айтып береді. Сөйтіп кетіп қалады. Ертеңіне келеді. Сөйтіп Хафсадан сұрайды. Пайғамбарымыз не деді дегенде, пайғамбарымыз ол түсін ондай қылып кең қылып жорып бермейді. Яғни ана көрген тауың былай екен, көрген суың былай екен деп жоқ, олай айтпайды. Бірақ ауыз сөз айтады. Егер түнде тұрып намаз оқса, Абдулла жақсы жігіт болады дейді. Болды. Басқа еш нәрсе айтпайды. Өлгенше түнгі намазын тастамай кеткен адам. Пайғамбардың бір ауызынан, бір ауыз сөз. Өлгенше түнгі намазын тастамаған. Ауырып жатса да, қысылып жатса да, түнгі намазын оқитын адам болған екен. Истиқама дегеніміз, ол дінде тұрақты болу, бауырлар. Көп жігіттер сұрақ қойып жатады. Иманды көтеретін нәрселер не? Қайтсек иманды көтереміз, қайтсек сол барынша сол иманымызды дұрыстаймыз. Көп сұрақтар көп адамды осы мазалайды. Біреулер сұрақ қояды. Алғашқы намаз оқып жүрген кезінде сондай бір ықылас дедім, сондай бір намаздарымның дәмін сезуші, бір жүрегімде бір сондай бір керемет сезім еді. Енді бір 2 жыл, 3 жыл болып қалды, сол сезімді таба алмай жүрмін дейді. Осындай бірнеше осы мағынадағы сұрақтар бар. Бұл, бауырлар, діндегі тұрақтылық. Тұрақтылық туралы қойылған сұрақтар. Қалай иманда, қалай дінде тұрақты болсам, қалай дінде 2 қадам менен нық тұрсам дегені. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабалары соншалықты пайғамбардың жанында өмір сүрген. О кісілердің құрбандықтары, о кісілердің әрқайсысының суреттерін айтсаңыз, бір үлкен тарих жазылып, алтын әріппен жазылатын өнеге болады ғой. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір 15 жасар жігітті шығып келе жатқанда сұрайды. Ей пәленше, қалай ұйықтап тұрдың деген кезде не дейді? Сізбен бізден сұраса не дер едіңіз? Қалай жатып тұрдың десе, ой, рахмет, жақсы ұйықтадым, ұйқым қанды, немесе осындай. Бір сондай әңгіме айтамыз ғой. Одан басқа не айтамыз? Сонда әлгі 15 жасар сахабаның айтқаны ғой. Я Расулалла, қалай таңды атырушы едім, оң жағымда жәннат, сол жағымда дозақ болды деген екен. Ойласаңыз, сол 15 жасар балалар сол кезде жәннат пен дозақтың арасында өмір сүретін. Біздің соншалықты тұрақтылығымыздың кетіп баратқанын қараңыз. Иманда, исламда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанындағы сахабалардың өнегелерінің бірі Хабиб ибн Зайд деген кісі. 18 жасар жігіт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Мусайлама Каззаб деген бір жалғаншы адамнан хат келеді. Сол кісі айтады: ей Мұхаммед дейді, саған түсіп атқан Құран маған да түсті. Бірақ мына құрайыштықтар бар ғой, бүкіл тапқан өздері қалтасына тыға береді, бөліспейді деп айтады. Сонда оның ойы бұл пайғамбарлық деген бұл дүние, мансап, атақ, бұны бөлісу керек екен да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған жауап жазып, оның жалғаншы екенін айтып, хат жөнетеді. Бірақ ойланады. Өзінің сахабалары, жігіттердің ішінде ойланады. Қайсысы осы Мұсайламаға елшілікке жарайды екен? Қайсысы имандылықты көрсетіп береді екен? Сөзбен емес, амалмен көрсетеді екен. Соны іздейді. Сондағысы оған жіберетін Әбу Бәкір емес, Омар да емес, Осман да емес, Али да емес. 18 жасар жігіт Хабиб ибн Зайд деген жігіт болады. Сол жігітті жібереді. Сол жігіт пайғамбарымыздың хатын көтеріп әлгі жалғаншыға барады. Сонда оны оқыған жалғаншы ашуланып кетеді. Неге мені пайғамбар демеді деп. Содан ашуланғаннан өмірінде жасамаған, жұрттың жасамай жатқан қылмыс жасайды, елшіні өлтіреді. 18 жасар жігітті мынаны ұстаңдар дейді. Ұстағаннан кейін қылыш алып келдіреді. Сөйтеді де мынаны қина дейді.
қина дейді. Қинағанда жай әшейін бірден өлтірме дейді. Әр жерінен кес дейді. Қылышпенен 18 жасар жігіттің әр жерін оя бастайды. Әр кескен сайын сұрайды: ей, Хабиб, Мұхаммед пайғамбар ма дейді. Иә дейді. Менше пайғамбармын ба десе, естімедім дейді. Мына кішкентай кезімде біз даланың арабымыз ғой, түйеден құлаған едім. Сол кезде құлағымды суықтаттым ба, соғып алдым ба, естімеймін дейді. Содан мына баланың қулығын қарашы, мен бұған көрсетейін дейді де, мынаны тура дейді майдалап. Сонда қолдарын кеседі, аяқтарын кеседі. Әр кескен сайын сұрайды: Мұхаммед пайғамбар ма десе, иә дейді. Мен пайғамбармын ба десе, естімедім деп айтады. Содан бұны, ақыры бұны сөйлеп тұрған бұның тілі екен ғой деп, қол аяғы домалақ боп кесіліп жатқан жігітті тілін кеседі. Тілін кеседі де сұрайды: Мұхаммед пайғамбар ма десе, иә дейді. Мұхаммед пайғамбар болса, менше пайғамбармын ба десе, басын изеп жоқ дейді. Сонда барып ашу менен шыдай алмағаннан басын кесіп өлтіріпті дейді. Ойлаңызшы, осыншалықты құрбанға баратын, өзінің иманын көрсетіп, өзінің дініне берік болатын. Истиқама дегеніміз иманда, дінде берік болуды айтады. Хаббаб ибн Арат деген бір жігіт бар. Пайғамбардың жанында ұстаз атанған жігіттерден екен. Ұстаз атанған жігіт. Адамдарға Құраннан тәлім беретін, дін исламды үйрететін ұстаздардың бірі екен. Бір жалғаншы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп: мен иманға келдім, енді тек қана бір өзім емес, маған бірнеше адам бер, мен арабтың ауылдарын аралап жүріп, бір-екіден сол жерлерге ұстаз қойып кетейін, сөйтіп сол жердің бәрін исламға келтірейін деп, пайғамбардан уәде алып, сол жерден бірнеше қарыларды, бірнеше Құран білетін адамдарды алып кетеді. Жай адамдар емес, Құранды жақсы білетін ұстаздарды алып кетеді. Сөйтіп алып кетеді да Меккенің мүшриктеріне сатып жібереді соларды. Сол жердегі мүшриктерге сатады. Шетінен олардың бәрін өлтіреді. Бір жігіт қалады, Хаббаб деген. Соны меккеліктер ортаға қойып, ал сенің азаптанатын кезің келді дейді. Сонда Хаббаб ибн Арат: мен рұқсат берсеңдер 2 ракат намаз оқиын дейді. Сөйтіп 2 ракат намаз оқиды. Намаз оқып болғаннан соң: ал егер сендер мені қорқақ деп ойламағандарыңда, намазымды ұзақ оқитын едім деген екен. Өйткені білесіздер, ең соңғы намазы. Ең соңғы намазы болып тұр. Одан кейін басын сәждеге қоя ала ма, қоя алмай ма? Мына алдында тола дұшпан. Содан ал, мен сендердің алдыңдамын дейді. Содан тұрған халық лап қоя береді. Кәдімгі қолдың күшіменен біреу ұрған күйі басынан ұстап құлағын жұлып алады кәдімгі. Екінші біреу пышақпенен саусағын кесіп жатыр. Үшінші біреу басын тіліп шашының терісін ойып алып жатыр. Әр қайсы білгенін істеп, мыжып жатқан кезінде біреу келіп айтады: ей Хаббаб, қандай азап көріп жатырсың? Бір-ақ ауыз сөз айтшы, осы көрген азабыңды Мұхаммедке көрем деп айтсаң, мен сені өлтіремін осы жерде дейді, құтыласың азаптан. Дегенде, менің көрген азабымның қылдайында Мұхаммедке қаламаймын деген екен. Менің көрген азабымның қылдайында қаламаймын Мұхаммедке депті. Сол күйінде жан тастайды. Сол күйінде жанын береді. Иманынан кетпейді. Бауырлар, иманға көп жігіттер келеді, намаз оқиды, ораза тұтады. Әлден уақытта Алладан сынақ келеді оған. Құран-ы Кәрімде Алла тағала айтады: сендер
калиманы айтып ла илаха иллалла деп болғаннан кейін сынақ көрместен өтіп кетем деп ойлайсыңдар ма? Жоқ, сіздердің әуелгілеріңізді сынағандай сіздерді де сынаймыз дейді. Бауырлар, ол калиманы айту біреу, сол калима айтқаннан кейін иықта көтеріп жүру, ыстық жаныңыз кеудеңізден кеткенге дейін сол калиманы көтеріп жүру, ол бөлек әңгіме болады. Бір жігіттер бар, әртүрлі алдайды ғой, қараңызшы. Мысалы, намаз оқып дүзеліп кеткен кезінде сол намазын көре алмағаннан ба, соның түзелгенін көре алмағаннан ба, немесе анау күнәға бармай жатып отырғаннан кейін сол күнәға тартқысы келгеннен ба, күнәқарлар айтады анаған, мазақтай бастайды. Ей пәленше, көргенбіз ғой сені арақ ішіп жүргеніңді, домалап жатқаныңды, ана пәленше деген келіншек есіңде ма? Немесе қыздарға ана пәленше деген жігіт есіңде ма? Кезінде қандай болдыңдар екеуің? Деп баяғы күнәләрін еске түсіреді. Ана бір жерде той есіңде ма? Арақ ішіп алып қандайғы би билегенің? Ана жердегі ұрлық қылғанымыз есіңде ма? Ана жердегі мынадай күнә жасағанымыз есіңде ма? Соның бәрін түрткілейді. Сол түрткілеу арқылы оны иманнан түсірсе екен, сол жолдан адастырса екен деген жүрегіндегі шайтаны түртеді. Бір күні Мұса алейхиссалам жігіт кезінде, Фирауынның елінде жүрген кезінде, бір өзінің туысқаны сол жердегі Қыбти, яғни Коптың адамы менен ерегісіп тұрғанын көреді. Әлгі туысқаны жәрдем сұрап жатыр екен. Туысқаны. Маған жәрдем бер деп. Содан Мұса ашуланып барып әлгі кісінің көкірегінен бір соққанда сол жерде жүрегі тоқтап өлді дейді анау кісі. Содан халық көтеріліп бұны өлтірем дегеннен кейін бұл кісі кетіп қалады. Біраз жылдар өтеді, уақыт өтеді. Алла Тағала бұл кісіні пайғамбар етіп таңдайды. Сөйтіп енді Мұса қайтадан еліне қайтып келеді Фирауынның алдына. Бірақ ол баяғы Мұса емес, өзгеше Мұса. Иманы толысқан, Алланы танитын Мұса. Сонда сол кезде келген кезінде Фирауынның ең алғашқы айтқаны ғой: ей Мұса, сен кезінде істейтін ісіңді істеп алып, енді біздің алдымызға тап-таза болып келіп тұрсың ба дегені. Сонда Мұсаны ойлады ма деймін, сол сөзімен кекетем, сол сөзімен төмен түсірем деп. Жоқ, Мұса айтты дейді: иә, мойындаймын, мен сол істі істедім, және мен сол кезде адасушылардан едім деді. Мен сол кезде адасып жүргендерден едім, енді тура жолды көрдім. Енді дұрыс жолды тек қана өзім емес, саған да алып кеп отырмын, мына жолға қарай жүр деп насихат қылады. Шайтанның адамға салатын тұзағы көп. Шайтанға тұзақтардың бірі сіздің тіліңіз, сіздің көзіңіз бен құлағыңыз, қолыңыз бен аяғыңыз, жанындағы әйеліңіз бен балаларыңыз, досыңыз бенен көршіңіз. Сон жақтың бәрінен сізге шайтан келеді. Бәр жақтан сынақ келеді. Қайтсе осы кісіні сол жолдан, сол тура жолдан жаңылдырсақ екен дейді. Дүние келеді қызықтырып, атақ пенен мансап келеді қызықтырып. Қайтсе осы кісі намазын қойып кетсе екен, қайтсе осы кісі намазын кемітсе екен, оразасының дәмін сезбесе екен, қайтсе осы кісіні қинасақ екен дейді. Сол жан жақтан келген түрлі дұшпанның соққыларынан көп адам оққа ұшып жатады. Әжептәуір Құраны келеді. Әжептәуір көп істері келіп жоқ болып жатады. Бір сахаба айтады: біздің арамызда бір Құранды жаттаған, өте әдемі Құранды дауыспенен сызылтып оқитын бір жігіт болды дейді. Өзі реңді, өзі ұзын бойлы, өзі батыр, өзі сұлу сондай жігіт болды. Бізбен бірге соғысқа кетті. Парсы елінде соғысып жүрміз. Сол парсылардың қамалында тұрған кезінде сол қамалды ала алмай жатырмыз дейді. Сол бір кездерде әлгі жігіт сол қамалдағы бір қызға ғашық болды дейді.
Парсы емес екен, Византия екен. Византия жерінде. Сол христианның қызына ғашық болды. Ғашық болғаннан, әйтеуір сон ғашықтығын жеткізем деп хат жазып басқалай түсіндіре бастады. Ақыры екеуі табысты. Сонан соң ана қыз бір шарт қойды дейді. Сен мұсылмансың, екеуміз қосыла алмаймыз. Сондықтан сен егер дініңді тастап христиан болсаң, мен сендік болам деді дейді. Әлгі жігіт түнде әскерден қашып кетті. Түнде барып сол қамалдың ішіне кірді. Мойнына крест тағып христиан болды дейді. Дінін кетті, дінін сатты. Сонда сол қамалды ала алмай кеттік дейді. Басқа қамалдарды айналып қайтайық, осы қайтып келе жатқанда осы қамал соған шейін босайды деп, басқа қамалдарға соғысқа өтіп кеттік. Айналып қайтар жолымызда соқтық дейді. 6-7 ай өтіп кеткен уақыт. Сол жерлерге қайтып келіп соғып, әлгі жігітті есіме түсірдім дейді. Әй, осы қамалда біздің бір бауырымыз бар еді. Не болды екен соның жағдайы деп қамалдың жанына кеп айғайладым дейді. Ей пәленше десем қамалдан шықты дейді аршағынан. Менмін деп. Қалың қалай дедім дейді. Сонда айтты дейді. Қалым әйтеуір бір қалай өтіп жатыр деді дейді. Құраның қалай, иманың қалай дедім дейді. Құранымнан еш нәрсе қалмады, иманымнан да еш нәрсе қалмады. Бірақ шіркінай, сол бір дәмді әлі күнге шейін аңсаймын ғой деп айтты дейді. Бауырлар, дінде тұрақтылық деген үлкен нәрсе. Адам басына неше түрлі сынақ келеді. Халифа Маъмун халифаның заманында Византия империясы менен соғысып жатқан шамаларда, мына Түркиядағы Византия ол енді. Батыс Византиясы. Сол жерменен соғысып жатқан кездерде бір топ мұсылман сол жерге тұтқынға түседі. Сол жерде тұтқында тұрған кезінде генерал кісі мұсылмандарды қатар қойып, иманын тексеріп келе жатыр екен. Жанына келеді екен, қанжарды тосып тамағына. Мұсылмансың ба дейді екен, иә дейді екен. Мұсылмандықтан қайт деді дейді біріншісіне. Жоқ деп еді, қылышпенен басын шауып түсірді дейді. Басы айналған күйі арыққа түсті дейді судағы. Су ағып жатқан арыққа түсті. Екіншісіне келді дейді. Иманыңнан қайт, болмаса анау сияқты боласың деді дейді. Сөйтіп қанжарменен жан жағынан түйреп алып еді. Әлгі кісі иманнан қайттым деді дейді. Екіншісіне келді. Иманнан қайт, болмаса осыны көргендеріңді көресің дегенде иманнан қайтты. Үшіншісі де иманнан қайтты. Төртіншісіне келген кезінде әлгі суға түскен бас шықты дейді судан. Суға түскен бас шығып, былай деп айтты дейді. Сол жердегі екі жігітке аттарымен атады дейді. Ей пәленше ұлы түгенше, ей пәленшенің ұлы түгенше. Құранда былай деп айтады, Алла деп айтты дейді. Я айятухан нафсул мутмаинна, ирджи'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ва көңілі қош болған жан, Раббыңа қайт. Раббыңа сен риза болып қайт. Өйткені Раббың сенен риза болып қойған. Ендеше менің сүйген құлдарымның қатарына қосыл. Менің жәннатыма кір деп айтты да суға батып кетті дейді қайтадан. Сол жердегі анау екі жігіт қайтадан кәлима айтты дейді қолдарын көтеріп. Ла илаха иллалла Мұхаммаdur Расулулла. Енді өлтірсең де өлтір деп. Сол жердегі бірнеше сол Римнің солдаттары да кәлима айтып жіберді дейді. Бауырлар, осы уақиғаны Ибн Касир жасады өзінің тарих кітаптарында. Иман адамға өмірінде бір рет беріледі. Қайтып беріле ма жоқ па?
Ол міндетті түрде өліммен сыналмайды. Ол соғысқа барып өле салу оңай ол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Жеке өзің тауға шығып алып, иманыңды сақтап жүру оңай. Мына халықпенен араласып, осы күйбелең өмірдің ішінде жүріп, иманыңды сақтау бөлек болады дейді. Қияметке жақын менің үмметім болады. Олар өздерінің имандарын қолына шоқ ұстағандай ұстайды дейді. Азғыратын нәрселер көп болады. Дүние, ақша, пара, не деген нәрселер, ұрлықтар, соның бәрі келіп азғырады сізді. Соған қарай бар деп, сіз соған барған сайын сіздің иманыңыз түсе бастайды. Қызғырқын, нәпсі деген нәрселер бастайды сізді әр жағыңыздан. Бір нәпсі келіп, әйелге тартса, екінші біреуіне ғашық қылады, үшінші адам келіп сізге сөз айтады өзі келіп. Соның бәрінің сынағынан өтесіз. Атақ мансап келеді, жұмыс келеді, басқа да іс шаруаларыңыз келеді. Соның бәрі сіздің иманыңызды сынайды. Осы кісі осы сөзінде тұрақты бола ма, жоқ тұрақты болмай ма дейді. Не деген сахабалардың өмірі, әрқайсысының осы жасаған істерін айта берсе, уақытымызда жетпес еді. Бірақ сол сахабаның біреуінен тағы да бір мысал келтірмесек болмаса керек. Соның біреуі әйгілі сахаба Хузайфа ибн Нуъман деген кісі. Осы кісі, енді кешіріңіздер, мүмкін есімін жаңылсу мүмкін, Хузайфа немесе Хузайфа. Осы кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның елшісі Мусаб ибн Умайр деген жігіттің қолынан ислам қабылдайды. Мадиналық сахаба болады, ансари. Пайғамбарымызды Мадинаға келе жатыр дегенде өте қатты қуанған адамдардың бірі болады. Қатты сағынышпен күтеді, қашан келеді екен? Басқа меккелік жігіттер кеп жатыр, қашан пайғамбар келеді екен деп. Ақыры күндердің күні естеді, пайғамбар жолға шықты деп. Сол бір күнді қатты аңсайды, келеді. Келгеннен кейін бір ансари сахабаның үйіне пайғамбарымыз қонаққа болады. Сол жерге келіп орналасады. Оған қатты қуанады. Өйткені сол сахаба о кісінің руласы еді. Біріншіден. Екіншіден, сол кісінің үйі пайғамбарға жақын еді. Содан соны пайдаланып, күніге пайғамбардың үйіне кіріп шығатын болады. Күніге көзі тоймай, өзі тоймай пайғамбардың сұхбатында болады. Бір күндер келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қызы Фатима күйеуге шығады, Әлиге. Сол Әлиге күйеуге шығып, Әзіреті Али енді Фатиманы пайғамбардың үйінен алып кетеді. Мадинаның ең шетіне барып, көшіп барып тұрады. Сонда пайғамбарымыз қайта-қайта Фатимаға көзі жылтыңдап, қызымай деп еліктегенін көріп, өзінің үйінен қатын бала шағасын ап шығып, енді бұл жерге пайғамбардың қызы тұрады деп, Әзіреті Али менен Фатиманы көшіріп өзінің үйіне тұрғызған екен. Пайғамбарымызды бір көзінің көзқарасынан ұққан жігіттердің бірі болады бұл кісі. Бір көзқарасынан ақ пайғамбардың көп нәрсесін ұғатын болады. Білесіздер ма? Айша анамыз бұл кісі туралы айтады. Пайғамбарымыз бір күні оянып, жымиды дейді. Сосын Айша анамыз айтады: "Неге жымидыңыз, я Расулалла?" дегенде, "Мен түс көрдім, түсімде жәннатты көрдім. Сол жәннатта бір Құран дауысын естім. Сосын сол жердегі періштелерден сұрадым" дейді. "Әй, бұл кімнің дауысы? Таныс дауыс қой" десем, "Бұл сіздің сахабаңыз Хузайфа ибн Нуъманның дауысы" деп айтты дейді. Яғни ойлаңызшы, мен сенің даусыңды жәннатта Құран оқып отқан даусыңды естідім деу. Тірі кезінде. Сенің даусыңды жәннатта естігенмін деу. Өйткені пайғамбарымыз тұрып айтады: "Бұның барлығы жақсылық жасаудан болады.
Ол кісі өзінің анасына сондай мейірбан еді дейді. Анасының қызметі. Анасына сондай қызмет қылған, артық сөз айтпайтын, артық іс қайтармайтын, қандай десе анасы соның бәрін толығымен орындайтын кісі болған екен. Сол анасының қызметіне Алла тағала о кісіге жәннат нәсіп етеді. Білесіздер ма? Басқа сахабалардан ол кісінің тағы бір айырмасы бар. Ол кісі Жәбірейіл алейхиссаламды өмірінде 2 рет көреді, көзімен көреді. Сахабалар онша-мұнша көрмеген шығар, бірақ бұл кісі кәдімгі Жәбірейілді көзімен көреді. Солардың бір күні ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хунайн соғысында болады. Соғыс кезінде сол Хунайнда өлген жаназаларды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам реттеп, сол бір шетте шеттеп тұрады. Жұрттар реттеп жатыр, ол кісі қарап тұрады. Сонда бір сахаба көрмейді пайғамбардың жанында тұрған адамды. Ол Жебірейіл болады. Пайғамбардың жанында тұрып тұрған болады. Ал әлгі сахаба көреді. Пайғамбардың жанына бір шаруалармен келеді да, пайғамбарға қарап, мынау кісі кім дейді? Мынау кісі кім дейді? Сонда бұл Жебірейіл деп айтады. Сонда Жебірейіл айтады: мынау кісіні мен танимын дейді. Мынау кісіні мен танимын. Алла тағала бұл осы жердегі 100 жігітке жәннатты уәде еткен жігіттердің біреуі мынау дейді. Біреуі мынау дейді. Неге сәлем бермейді? Егер сәлем бергенде сәлемін қайтаратын едік қой деген екен. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір басқа жерде тұрған кезінде пайғамбарға бір шаруасымен тағы келеді. Сол жерде тағы ешкім Жебірейілді көрмейді. Бірақ бұл кісі келіп көріп, сәлем береді. Анау кісі тағы үндемегендей болады. Бұл тағы ала көздеп өтіп кетеді. Кетіп қалғаннан кейін пайғамбарымыз әлгі кісіні шақырып алып, сен не, жанындағы тұрған адамды көрдің ба десе, көрдім, сәлем бердім, бірақ үндемеді ғой дегенде, сен оның даусын естімедің, ол кісі саған сәлеміңе жауап қайтарды деген екен. Бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үшін көп қызмет қылғандардың бірі. Өзінің үйін бірнеше рет пайғамбарымызға береді. Біреуі қызына берсе, біреуі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Сафия деген бір келіншекке үйленеді. Сол келіншекті үйленгеннен кейін пайғамбарымыздың мешітіне жақын болсын деп, бір енді әйтеуір саудалап жүріп бір жақындау үйді сатып алған болады. Сол үйге енді жайласып жатқан кезінде пайғамбарымыз үйленеді. Енді үйленгеннен кейін келіншегін қайда қоярын білмей тұрғанда пайғамбарымызға айтады: я Расулалла, біздің үй тұр ғой, біздің үйге көшіп келіңіздер деп, өзінің жаңа үйін сол кісіге тастап қайтадан сыртқа шығып кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанында көлеңкедей болып жүрген сахабалардың бірі осы кісі еді. Бүкіл жанындағы иманын да, күш қайратын да осы ислам дінін қайтсем халыққа жеткізем, қайтсем осы пайғамбарға қызмет қылам деген жігіттердің біреуі. Осман ибн Аффанды жанына фитнашылар қоршап тұрған кезінде сол фитнашылардың ар жағында тұрып айтқан екен дейді: ей Осман, бір ауыз сөз айтшы, бір ауыз сөз айтшы, мына жердегінің бәрін турап шығайын деген жігіттердің біреуі осы болады. Бірақ Осман: жоқ жігіттер, бұлар жай келді деп қолдарында қылыштарын жалаңдатып тұрған жігіттер болса да, араласпаңдар деп қайтарып жібереді. Бауырлар, дінде берік болу ол Алладан келген сынақ. Алладан әртүрлі жағынан сынақ келеді. Балаңыз жағынан сынайды, әйеліңіз жағынан сынайды, дүние, атақ мансап жағынан сынайды. Бәр жағынан шайтан сізді қайтсе алдасам екен, қайтсем осы жолдан тайдырсам екен дейді, қайтсем осы кісі адасып Аллаға серік қосса дейді. Бір адамға ауру береді, басқа адам емдей алмайды. О, айдаладағы бір емші, тәуіп, балгер, балшы біреу емдейтін болады. Барсаңыз иманыңыз кетеді. Сізге Алла тағала бірақ деніңізді сау қылмағанына өкінесіз. Кейбіреулер соған шыдамай балгерге барады, бақсыға барады. Емделсем болды ғой дейді. Бауырлар, шипаны беретін Алла ғой. Ол балгер емес, бақсы емес.
шипаны беретін Алла. Бірақ сіз сол уақытты сабыр қылып күте алмайсыз. Білесіз, бір ғалым кісі мешітке бір шаруасымен келеді. Сол мешітке кіріп шаруасын бітірмек үшін не істерін білмей тұрса, мешіттің алдында бір жігіт тұр екен. Сол жігітке қолындағы қашырын ұстатып, мешітке кіріп шығады. Шаруасын бітіріп қайтып келе жатқанда сол кісіге бір күміс хадия қылайын, маған уақытын сырап қылды ғой деп шықса, әлгі кісі атты тастап, үстіндегі ер-тоқымын ұрлап кеткен болады. Бірақ бұл кісі мойымастан атын құшақтап апарып базардың жанында тұрған тағы бір жігітке сол бір күмісті беріп, енді осыған келгенше бір әйтеуір ескі болса да ер-тоқым алып кеш десе, өзінің ер-тоқымын қайтып алып кеп береді. Сонда айтқаны ғой, адамдар көпшілігі сабырлығын жоғалтып, күнәға бас ұрады. Егер сабырлық қылғанда сол қайтадан соған бұйыратын еді дейді. Рас ол. Адамға маңдайына бұйырған рызық несібесі бар. Сол рызық несібенің біреуі денсаулық болса, ол деніңіздің саулығы сізге бәрібір бұйырайын деп тұрған нәрсе. Көп адам бірақ сол деннің саулығына жету үшін арам жолға да кіріп кетеді. Кейбіреулер маңдайындағы рызық несібесінің табуына қысылады. Көз алдына бір дүние келеді. Білесіз ба, Құран-ы Кәримде Алла тағала айтады: шайтан сіздерді кедейлікпен қорқытады дейді. Кедей боп қаласың, тамақсыз қаласың, қалтаңда ақшаң қалмайды, үйіңде тамағың қалмайды. Бұл дүниеде осы жақтан саған келеді деп кедейлікпен қорқытады деген сөзі бар, бауырлар. Көп адам осы шайтанның сөзіне қарай еріп кетеді. Алдында арам дүние жатса да, соған қолын тығады сабырсыздықпен. Егер сол дүние сізге анық бұйыратын болса, сол сіздің несібеңіз болып, сол тамағыңыздан өту керек нәрсе болса, сәл шыдамадыңыз ба, Алла тағала сізге соны адалынан жеткізеді ғой. Білесіз ба? Бір күні Мұса алейхиссалам, пайғамбарлардың ішінде ерке пайғамбардың бірі болған. Дүзде тұрғанында жанына Жебірейіл келіп, жанына жан алатын періште келіпті. Бізде халықта оны Әзірейіл дейді. Ол енді пайғамбардың айтқан Әзірейіл аты емес, халықтың қойған аты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны жан алғыш періште деп айтады. Сол жан алатын періште Мұсаның жанына келіп айтыпты: ей Мұса, рұқсат болса, мен Алланың алдынан келдім, сенің уақытың бітті деп айтады. Сонда Мұса айтыпты: маған уақыт берші, кішкентай уақыт бер. Қарыз құрыздарымды, мойындағы аманатымды балдарға тастап кетейін деп. Сонда айтады: Мұса, ана қолыңдағы таяқ па? Таяқ дейді. Ана тасты соқшы дейді. Жанында бір дәу үлкен тас тұрады. Күшпенен бір соққанда тас қағайырылады, ішінен бір құрт аузына көкшөп тістеп түседі. Сонда айтады: Алла тағала тастың ішінде жатқан құртқа көкшөбін жеткізгенде, сенің емін еркін жүрген балаларыңа несібесін бермейді деп ойлайсың ба деген екен. Бауырлар, адамға Алла тағала иман береді, ислам береді. Осы исламда тұрақты болу сіз бен біздің мойнымыздағы нәрсе. Бұл кәлиманы айту бір үлкен ауырлық. Сол ауырлықты көтергеннен кейін иықта алып жүру қиын болады. Ол оңай емес. Бір ауыз сөз болғанменен, ля иляха иллалла деп айтта, сол сөзіңде тұр деп айту оңай болғанмен, сол сөзді өмір бақи иықта көтеріп жүру ауыр. Құран-ы Кәримде Алла тағала айтады: біз бұл аманатты аспандарға, жерге, тауларға ұсындық. Бірақ солардың барлығы оны көтеруден бас тартты. Біз бұны көтер алмаймыз деді. Бірақ бұны адам баласы көтерді. Өйткені өз-өзіне залым қылушы, өйткені ол адам баласы надан еді дейді. Иә, біз өзіміздің надандығымыздан, өзіміздің өз басымызға залымдығымыздан күнәға кіреміз. Құдайымызды ұмытамыз, ақыретімізді ұмытамыз. Білесіз ба? Құран-ы Кәримде ақырет туралы аяттар көп. Байқайсыз ба? Сол аяттарға көңіл бөлетін адамдар аз. Құранда айтады Алла тағала: егер сіздердің жасаған амалдарыңыздың жақсылығы қылдайда, зәредейде болса,
сол жақсылықты көресіңдер. Егер сендер жасаған амалдарыңның қылдайы да күнә болатын болса, соны көресіңдер дейді. Білесіз ба? Қандай күнә болса да, соның баратын жері азап болады. Күнә жасағаннан кейін сол күнәнің дәмін татпаймын деп ойламаңыз. Күнә келді ма, оның жауабы болады. Бірақ сол жауабы қияметке бармай тұрып, қияметке қалмай тұрып, бауырлар, тәубеге келу керек. Тәубенің есігі күн батыстан шыққанға дейін ашық. Тәубенің есігі қашан күн батыстан шығады, сол күні сол есік жабылады. Тәубенің есігі сіздің жаныңыз тамағыңызға, алқымыңызға келгенге дейін ашық тұрады. Қашан жан алқымға келеді, жан алқымға келгенде қырылдап, қол аяқтан күш кетеді. Одан кейін ла илаха иллалла, я Аллахым, мен сенің барлығыңа сендім деген сөздің барлығы бекер болады. Құдайым, күнәмді кешірші деген сөздің барлығы бір тиын болады, бауырлар. Ыстық жан бар жерде қаза бар. Мен өлмеймін демеңіз. Мен өлмеймін демеңіз. 1000 жасаған адамдар да өлді. 100 жасаған адамдар да өлді. Кеше туған сәбилер де өлді. Бұл дүниенің жарығын көре алмаған адамдар да өлді. Сізбенен қатар адамдарға қараңыз. Қараңыз жан-жағыңызға. Бір қария айтыпты жанында бір жігітке. Енді біз өлімге жақындап қалдық деген екен. Сонда асыл тастан, ақыл жастан дейді. Әлгі жігіт суырылып шығып, ақ қария, қателесесіз, халық айтпай ма, төсектегі өлеме, есектегі өлеме дейді. Сіз қараңызшы, қария өлеме, жас өлеме қайдан білесіз? Мысал айтайын сізге, сіз біздей уақытыңызда қанша едіңіз дейді. Өзіңіз ойлаңызшы. 80-дегі қария 30-дағы жігіт кезінде қанша еді? Қанша еді достары? Көп еді. Қанша құрдастарың бар еді? Қанша еді? Ең кемінде өзінің қатарының 100-ін білетін едім дейді. 100-ін. Ал енді сен 80-ге келдің. Сол 80-ге келгендегі 100-дің қаншауы қалды? Қаншауы қалды саған? Қаншауы жаныңда? Біреу ма, екеу ма дейді. Бәрекелді. Онда жас өлеме, кәрі өлеме? Айтыңызшы. Сіздің жасыңызға жете алмаған қанша жігіттер бар? Қанша жайсаңдар бар? Жастайынан үзіліп атқан. Сіздің осы отырған жасыңызға жете алмаған қаншау бар? Сіздің жасыңызда қанша жігіттер бар төсек тартып жатқан? Шегеленіп жатқан, аяқ қолы балғадай, тепсе темір үзетін жігіттер байланып жатыр. Сіздің жасыңызда қанша жігіт бар? Аяғы жоқ. Сіздің жасыңызда қанша адам бар? Қолы жоқ, көзі жоқ, құлағы жоқ. Қаншауы бар? Неге ғибрат алмаймыз? Жаназа көреміз. Имам Шафии айтады, намазхан мұсылман адамға өлімнің өзі сабақ, уағызшы дейді. Басқа уағыздың естудің қажеті жоқ. Жаназаны көрсең жетеді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдынан бір яһудидің жаназасын алып кетіп бара жатады. Сонда пайғамбарымыз орнынан тұрған екен. Сонда Омар сұрайды, я Расулалла, бұл кісі яһуди ғой, неге орныңыздан тұрдыңыз дегенде, бауырлар, бұл кісі ақтық сапарға кетіп бара жатыр деген екен. Ең соңғы сапары осы. Қазір көретінін көреді. Жақсылық па жақсылық, жамандық па жамандық. Жігіт өзінің жігіттігімен ұмытады. Адам баласы өзі қызығымен ұмытады. Өмірдің қызығы, балашағаның қызығы, дүниенің ыстықтығы, осының бәрі адамның жүрегіндегі ақыретті, Құдайға деген иманды ұмыттырады. Жан жақтан сынақ келеді. Сол сынақтың арасынан өткен адам жәннатқа лайықты болады, бауырлар. Ойлайтын шығар көп адамдар. Жәннатқа тек қана бір өзі Алла жазып айтқан адамдар кіреді. Жәннатқа Алла тағала өзі бұйыртқан адамдар кіреді. Бірақ соған шынымен ақ олар лайықты болады. Жәннатқа лайықты болу деген көп адамға оңай емес.
Сол үшін айтады, жәннаттың жолы тікенектерменен жайылған, дозақтың жолы гүл себілген жол болады дейді. Сол үшін көп адамдар жол таңдаған кезінде гүл себілген жолды таңдайды. Оңай жолды, әдемі, тәтті жолды таңдайды. Сөйтеді де нәпсісіне ерген күйі ертең соның азабын көреді. Адам жаны шығып кеткеннен кейін Құран-ы Кәрімде былай деп айтады. Әлгі адам жаны шығып кеткесін Аллаға жалынады екен. Қала раббиржиун. Ей Раббым, Раббым мені арқаға қайтаршы дейді екен. Арқаға қайтаршы мені. Не қыласын? Қайтқанда не істейді екен? Қайтадан ойнап күле ма? Қайтадан анау ресторандарға бара ма? Жоқ, қайтадан анау ұрлап атқан ақшасын жалғастыра ма? Жоқ, әлде қайтадан сол мансапқорлық, немесе қайтадан сол қатынбаздық, қайтадан сол өтірік өсекке кіре ма? Жоқ. Қала раббиржиун а'малу салихан фима таракт. Өзімнің тастап кеткен мына дүниемде салихалы амалдар жасап қалайыншы дейді екен. Мына дүние, Құдайға шүкір, көп адамға, осы отырған жігіттерге әлі таусылмады. Әлхамдулилля, Алла өмір берді. Шамаңыз жетеді ма? Көп құлшылық қылыңыз. Бұл ағып атқан дария, бұл дарияда бір күні келіп таусылады. Бір күні келіп өзінің мәресіне жетеді. Сол кезде Раббыңның құзырына барған кезімізде не істейміз, бауырлар? Қортып айтатыным, дінде тұрақты болу бұл діннің бұйрығы, бауырлар. Пайғамбарымыздың бұйрығы. Алла тағала дінде тұрақты болған адамдарға көптеген мысалдар айтады. Әлбетте сол Құран аяттарының бәрін оқу қиын шығар, дегенменен сол аяттарды еске түсіріп, осы сөзімізді қортайық дегім келеді. Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады: Инналлазина қалу раббуналлаху thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Раббым Алла деп, және сол сөзінде тұрақты болған адамдар, оларға періштелер түсіп, сендер қорықпаңдар, сендер қайғырмаңдар, бәлки біз сендерге қош хабар айтуға келдік. Алла тарафынан уәде етілген жәннат сендердікі дейді екен. Иә, адам баласы жан тапсырады. Сол жан тапсыратын кезде ақ адам білет қайда баратынын. Егер ол адам жақсы адам болса, жан алатын періште ең көркем суретте келеді. Ең көркем суретте келеді. Жанын алғанда барынша жеңіл етіп, жұмсақ етіп алады. Ал қабірге жатқанда екі періште, Мүнкар мен Накир, олар да ең көркем суретте келеді. Адамды ең көркем суреттегі есімдерімен атайды. Сөйтіп, оған қош хабарды айтады мына Құрандағы. Сол қабірдегі әңгімені айтып жатыр мынау аятта. Екі періште келіп, Раббым Алла деп сол сөзіңде тұрғаның үшін ешқандай қорықпа, ешқандай қайғырма. Алланың уәде етілген жәннаты мен саған сүйінші айтып келдік деп, жәннаттағы орнын көрсетіп кетеді оған. Құран-ы Кәрімде Алла тағала айтады: расында да Раббымыз Алла деп, сонан соң сол сөзінде тұрақты болған адамдар, оларға ешқандай қорқыныш жоқ, оларға ешқандай қайғыру жоқ. Олар жәннат егелері, сол жәннатта олар мәңгілік қалады, жасаған амалдарының себебінен деп айтады. Иә, біз жоғарыда айтып едік, есіңізде болса. Иман деген тілменен, иман деген жүрекпенен болады деп. Бірақ сол тілмен, жүрекпен айтқанды іспен дәлелдеген адамдар жәннатқа жетеді. Жәннатқа жетеді. Жасаған амалының қайырлылығына қарай адам жәннатқа жетті деп айтып тұр. Бірақ адам баласы әлбетте өзінің амалына сүйенбеу керек. Әйтсе де
жасаған амалыңыздың жақсы болуын қадағалау мынау әлі өмірде сіз бен біздің әлі қолымыздан келеді деп ойлаймын. Сол үшін айтатыным, осы дінде тұрақты болу үшін бірінші орында тілімізге сақ болайық, екінші орында жүрегімізге сақ болайық, үшінші орында қол аяғымызға сақ болайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, кімде-кім екі жағы менен екі аяғының арасына кепіл болса, мен оған жәннатты кепілдік беремін деген. Сондықтан бауырлар, кімге жәннат қымбат, кімге сол жәннат арман екен? Пайғамбарымыз айтады, кімде-кім жәннатқа кірем десе, ол кіреді. Егер кімде-кім жәннатты қаламайым десе, кірмейді дегенде, бір кісі сұрайды, я Расулалла, жәннатты қаламаймын деп кім айтады екен дегенде, кімде-кім маған ереді, сол жәннатты қалайым деген болады. Кімде-кім маған ермейді, сол жәннатты қаламаймын деген адам болады дейді. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сіз бен бізді үмметі қылсын. Сол кісінің жолынан адаспайтын, ақиқатты ақиқат қып көретін, адасқанды адасқан қып көретін азаматтардан қылсын. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин ва алейхи ва сахби ва саллим. Рахмет естігендеріңізге. تشدو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. تشدو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. من وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا. خير يجمعنا. Bir намазхан адамдар адамның жүзіне күліп қарап амандасады, бірақ артынан жек көретін сөздер айтып жүрсе, бұл намазхан адамдарға қандай әсер береді деп айтады. Расында да енді бұл екіжүзділіктің белгісі, әлбетте бұны екіжүзді деп айтпаймыз, екіжүзділіктің белгісі. Енді күнәлардың ішіндегі ең ауыр күнә сол тілден келеді деп айтқанымыздай, көп адамдар шынымен ақ өзінің тілін, өзінің жаңағыдегі жүрегін ұстап тұра алмайды. Бір адамның артынан сөйлегенді, оның айыбын шұқығанды жақсы көреді. Кейбіреулер тіпті соны дін атын жамылып айтады. Мен дін бойынша сөйлеп жатырмын, дін бойынша айтқаннан кейін сол кісінің артынан сөйлей беруіме болады, сол кісінің жаңағыдегі сыртынан айта берсем болады деп өзіне ойлайды. Сөйтеді да жұрттың бәрін ескертіп жүрмін деп сол сөзді тасып кетеді. Сахабаларда ондай әдет болған емес. Бір адам қателессе, оны білсе білген, білмеген сұраған адамға жобасын келтіріп айтатын, оның өзінде де сол қателіктің өзін ғана айтылатын, оның бүкіл ішіндегі басқа нәрсеге қосып шатып, ғайбат қылып, қосып өзінің істемеген істеріне шейін кіріп кетуі, немесе лапыртып, көпіртіп, әдейі бір түйдіріп, жаңағы түйілдіріп айтқанды жақсы көретін азаматтар, бұлар өзінің тіліне еге болмаған адамдар болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қиямет қайым келген кезінде мен көрдім, Миражға шыққанда сол қиямет қайымның қандай болатын. Сол келген кезінде періштелер махшар алаңына адамдарды отты қамшылармен ұрып қуады. Сол кезде кетіп бара жатқан көштің арасында біреулер тілін салбыратып кетіп бара жатады. Анау тілінің ұзындығы артына бірнеше есе салбырап кетіп бара жатады. Сол тілді біреулер басып, мыжып жатады, біреулер үстіне құлап жатады. Осындай болып жатқан кезінде періштелер келіп қамшыларменен сабалап махшарға қарай қуады дейді. Бұл қандай адамдар дегенде, бұл тілін тыя алмай, өсек, өтірік сөз тасуға араласқан адамдар деген екен. Бұрын бірнеше адамға опасыздық жасаған адам енді өзі дұрыс емес істегенін біліп, сол адамдардан кешірім сұрап, саған мен осындай опасыз жасап едім дегені дұрыс па, кешірім сұрайым деп ұрыс шығып кетсе, олар дұрыс ниетпен келгенімді түсінбей қалады ғой дейді. Расында да енді міндетті түрде опасыздықтың атын айтау міндет емес, бірақ кешірім сұраған жақсы болады. Егер жүрегіңіз жетсе, ол үлкен нәрсе болады.
бір адамның артынан сөйлеген немесе бір қандайда бір дұрыс емес іс істеп қойған болсаңыз, бетінен кешірім сұрасаңыз, иілген басты қылыш кеспейді дейді. Соны барынша шамаңыз жеткенше ұрысқа айналдырмай айтуға әрекет жасаңыз. Егер шынымен ақ сондай ұрысқа айналып кетеді десеңіз, ол жасайтын ісіңізді айтпаңыз. Жай ғана айтыңыз, кезінде мен саған әйтеуір дұрыс емес сөздер сөйлеп сыртыңнан, дұрыс емес істер істеген едім, енді маған кешірім бер, кешіріп қой, әйтеуір сол жаңағыдай істер енді құпия болып менің ішімде де қалсын, әйтеуір соны бірақ әйтеуір кешіріп қой, осы дүниеде қалып кетсін, ақыретке алып бармайық деп бір кешірім сұрап қойсаңыз, нұр үстіне нұр болатын шығар. Мен әңгіме айтып болам дегенше шығарма жазып үлгерді ғой жігіттер. Таң намазының парызында 40 аяттан кем оқу үкімі қандай? Осындай мағынада келетін хадис бар ма? Таң намазында қаншалықты оқу керек деген ол уақытты білдіреді. Бұл ондай хадис жоқ, бәлки пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жасаған ісінен көрілген нәрсе. Яғни 4 мазхабта сондай нәрсе бар да. Мысалы пайғамбарымыздың өз намаз оқу әдісіне қарап, қандай уақытта намаз, таң намазын мысалы, қандай уақытта оқыған абзал. Сол уақытқа таласады ғалымдар. Біреулер айтады, таңды қара кезінде оқыған абзал. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис бар. Біз таң намазына келіп, таң намазын оқитынбыз, сөйтіп отыратынбыз, әйелдер кетіп қалғанға шейін. Сол кезде бірінші мұнафықтар қашып кететін, одан кейін әйелдер шығатын. Сол әйелдер шығып бара жатқанда қарағанымызда күн, яғни андай көк күмбек болып тұратын дейді. Адамның жүзін көрмейсің, бірақ адам екенін көресің деген хадистер де бар. Сол үшін біреулер осы хадисті алып, таң намазының қараңғы кезде оқыған дұрыс деп айтса, имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх басқа бір одан жоғарғы дәрежеде келген ірі сахабаның хадисін алып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазға келе жатқан уақытында күн біз бір-бірімізді танымайтынбыз, яғни еркек пен әйелдер танымайтынбыз. Сондай халде мешітке кіріп жатқанда әйел ма еркек па кіріп жатқанын білмейсің, жарыққа кіріп барып түріне қарайтынбыз деген сөздер бар. Сол үшін таңды жарықтау қылып оқығанның сауабы пайғамбарымыздың өзі сол кездерде келіп оқығандығын дәлел қылып айтады. Сол үшін оны қаншалықты уақыт дегенде сол Абу Ханифа рахматуллахи алейх санап, сол 40 аят оқып болғаннан кейін бір адамның дәреті бұзылса, дәретін жаңартып, қайтадан дәретін жаңартып, тағы да бір ракат оқитындай уақыт қалса деп мысал келтіріп береді. Ол енді о кісінің есебіндегі мысалы. Ол міндет түрде 40 аят дегенде қандай, ол енді ұзын аят, қысқа аят әртүрлі болады, бірақ орта есептегі бұл кісінің есебі болады. Ниет етсе бір адам тахаджуд оқимын деп, түнде будильник шырылдайды, оянасың, көзіңді ашасың, жалқаулықтан ұйықтап қаласың, оқымайсың. Осындай жағдай ниет етіп орындамасаң уәжіп болып қалмай ма дейді. Енді тура жауап бере қойын. Енді сіз намазға құлақ қаққанға шейін сол намаз Ханафи мазхабы бойынша сізге уәжіп болмайды, ниетіңізбенен емес. Бірақ құлақ қағып намазға кіргеннен кейін сол намазды бітіру міндет болып қалады. Сіз бітірмей аяқтап бұзып кетіп қалсаңыз да, қайтадан сол намазды қаза етіп оқу міндет болып қалады. Ал енді жаңағыдегі ұйықтап қалған туралы пайғамбарымыздың шайтан туралы әңгімесін білетін шығарсыздар. Бір адам оянғаннан кейін отырсын, отырғаннан кейін калима айтып орнынан тұрсын деген мағынадағы пайғамбарымыз хадисі бар. Өйткені шайтан адам ұйықтағанда 3 түйін түйеді. Бірінші оянған кезінде сол басын көтергенде 1 түйін, отырғанда 1 түйін, орнынан тұрып кеткенде барып дәрет алғанда тағы 1 түйін шешіледі деп айтқан сөздері бар. Сондықтан бауырлар, жаңағыдегі сондай бір нәрселерді ұмытпаңыздар. Кейбір адамдар мысалы таң намазын ұйықтап қалып жатады. Ол таң намазының ұйықтап қалуы өте ауыр мәселе. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, таң намазын ұйықтап қалған адамның құлағына шайтан дәрет сындырып кетеді деген сөзі бар. Енді ол таң намазына тұрудың бір әдістері көп. Сол бір әдісі құптан намазын оқығаннан кейін дұға қылсаңыз, қолыңыз жайып. Бұл өте қанша көп сыналған нәрсе. Құптан оқып болғаннан кейін дұға қылсаңыз, я Аллахым, мен таң намазына тұрғыз десеңіз, міндетті түрде тұрасыз. Арғарай қайттан жатып қалуыңыз мүмкін, бірақ енді ол тұрғаныңыз Алла тағала оятады енді, арғарай өзіңізде енді. Құранды аудио записпен тыңдасам, сәжде аяттарына тилауат сәжде орындау керек па? Жоқ. Құрандағы, микрофондағы енді жансыз дауыстар, егер микрофон дегенде енді кассета дискпенен немесе сондай қылып қалтаңызда телефонменен
Құран қойсаңыз, сол жердегі сәжде аяттары келсе, оған сәжде қылу міндет болмайды. Оған дәлел бұл эхо деген нәрсе бар ғой, енді орысша айтқанда, жаңғырық. Ол жаңғырық сияқты болып тұрғандықтан, яғни таза жанды дауыс болмайды. Сол жаңғырыққа үкім жүрмеген сияқты, мынау телефондағы естілген Құранға ондай үкім жүрмейді. Ішіңізден қайталасаңыз, сол оқыған үшін сәжде аятын оқысаңыз, сәжде жасайсыз. Нәскиге масық тартып оқитын бауырларымыздың артына намазға бірге тұруға, бірге оқуға. Жоқ, намазда бірге тұра бересіз, ешқандай проблема жоқ. Ол енді нәскиіне масық тартса, өзі Алланың алдына өзім сол намазымды жауап берем деп айтқан адамдар шығар. Өзі ең бірінші сұралатын нәрсе ол намаз. Дұрыс па? Намаздың әр ішіндегі қылдай бір нәрсе ол маңызды болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның нәскиге масық тартқан туралы сахих хадис келген. Талассыз, ешқандай талас жоқ. Бірақ бір таласатыны жаураб, пайғамбардың сол жердегі сөзі, нәски деп айтқан сөзі ғой таласатын. Себебі пайғамбардың заманында біздің нәски болмаған. Мынау нәски болмаған ғой. Анық қой ол, анық. Онда сол пайғамбарымыз нәски дегенде нені назарда тұтты деп көп адам ойламайтындығы ғой бұл. Хадис айтты, болды, мен орындаймын дейді. Кешіріңіз, біз атаумен жүрмейміз. Исламда атпен жүрмейді. Исламда затпен жүреді. Яғни атау еш нәрсе шешпейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, қияметке жақын адамдар арақты сусын деп ішеді дейді. Рас қой. Оның аты өзгере береді. Қазір арақтың неше аты бар? Айтыңыздаршы, мысалы. Көп қой я? Аты неше түрлі аты бар. Тек қана ол арақ деп айтпайды оны. Неше түрлі аты бар. Ақыры келіп, мысалы, оны сусын деп ат қойып қойса ше. Напиток деп. Жоқ, бар ғой, сондай да бар ғой, мысалы, джин тоник дегенде, мысалы, атын не дейді оны? Жаңалдегі напиток деп айтады. Сусын ол. Тонизирующий напиток дейді. Ішінде градусы бар. Ол тонизирует еткенде керемет тонизирует етеді енді. Көзінде күндізгіні жұлдыздар көріп жүреді. Мысалы. Ойласаңыз, ол напиток аты, бауырлар, еш нәрсе шешпейді. Шариғатта заты бізге керек. Нені айтқысы келді ол жерде? Не айтылады? Сол үшін көп адам оны зерттемейді. Ал 4 мазхаб пайғамбарымыз жаурап, яғни нәски деген сөзде нені назарда тұтқанын мысал келтіріп, ол кездегі зат біздің дүниеде жоқ. Сол үшін пайғамбар нәскиге масық тартқан деген сөз, ол біріншіден табаны кожа болу керек, екіншіден өзі стойки дегені жіппен байлап қоятын, немесе неменен тартып қоятын емес, өзін тіке қойғанда өзі тұратын, одан бөлек жаңағыдегі сапарға жарамды, қалың болуы міндеттеп келеді. Бұның барлығы пайғамбардың айтқан сөзінен сипаттарын алып иштихад қылу дейді. Ал мынау қазіргі нәскиге масық тарту дегеніміз бұл қияс. Сөзбе-сөз алған сөз, бірақ қиясын батыл. Қате жасалған қияс. Сөзін алды да ішіндегі сипаты қап кетті. Сипат бұл негізгі нәрсе, бауырлар. Өйткені біздің дініміз ықтияттықтан тұрады. Ықтиятты болу, сақ болу, ол міндетіміз, бауырлар. Айтты, бітті екен, соған амал қылдым деген нәрсе, ол көзіңізді жұмған надандық болады, бауырлар. Әрбір нәрсе өзінің заты болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманда 2 түрлі нәски болды, жаурап деген. Біреу Ямани, біреу Шами болды. Шам өлкесінікі, Яман өлкесінікі. Яман өлкесінің нәскиі аяқ киімнің сыртынан киілетін зат деп түсіндіріледі тарихта. Аяқ киімнің сырты. Сіз аяғыңызда капронды бәтіңкеңіздің сыртынан киіп көріңізші, көрейік. Сосын жолға жарай ма, жарамай ма? Бір остановка жүре алмайсыз. Сол кигеннен кейін анау баспалдақтан түсіп келе жатқанда тесіліп қалады. Әлі шықпай жатып. Сондықтан, бауырлар, аяқ киімнің сыртынан киілетін деген сөз, ол қалың зат қой, ол кәдімгідей қалың зат. Сол үшін, бауырлар, ол нәскиге масық тарту хадиста келді, дұрыс, талас жоқ. Бірақ мынау аяғыңыздағы нәски болмай шықса, не болады намазыңыздың бәрі? Сол үшін ондай адамды имамға шығармаңыз. Оның дәретінде күмән бар. Күмән бар. Ол өзі Алланың алдында жауап берем десе, бисмилля, көтере берсін өз намазын. Бірақ егер сол адам имамға шықса, артындағы адамның намазы жоқ болатын болса, соның себебінен сол адамның намазының бәрін қайтарып береді ол. Кейбіреулер құмар болады сондай, атып шыққанға ше, біреулер өз бір любитель да, жаңа айтыр имамдыққа.
Негізі сахабалар имамдықтан қашатын, азан айтуға таласатын. Өйткені кімде-кім 7 жыл азан айтса дейді, қияметте ең мойны ұзын адам болып бәрін төбесінен қарап жүргендерден болады дейді. Оған жәннат нәсіп болады деп айтады. Мысалы, шалыныспайды, қаяққа баратқан бәрін көріп жүреді, жұрттың бәрі мына жерде тұрады, ол төбесінен көріп жүреді да. Мысалы, жұрттың әйтеуір былығының арасында тұрмайды. Жұрттар азанға таласатын. Ал имамға келгенде, білесіз бе, бір күні Абу Зар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жол сапарлап бара жатқанда, Мадинаға көзі соқыр Умму Мактумды қалдырып кетеді. Өзінің орнына да. Бірақ сол кезде Абу Зар деген сахаба бар екен. Ол да бір елдің ақсақалы да, негізі ел басқарып жүрген адам. Бірақ пайғамбарымыз оған бермейді, көз соқырға береді да билікті. Сонда ана пайғамбарымыз кетіп бара жатқанда ана тоқтатады. Сөйтіп, я Расулалла, ана көз соқыр ғой, енді сәл қиналады шығар, маған берсейші дейді да билікті. Мен басқарайын, сен келгенше Мадинаны мен өзім басқарып тұрайын дегенде, пайғамбарымыз құлағынан тартқан екен. Бұл билік деген ойламаңыз, бұл аманат депті. Қиямет күні 10 адамға бастық болған адам қыл көпірдің үстінде тұрады да ана көпірді сілкейді дейді. Мына 10 адам риза болғанша дейді. 10 адамның бәрінің ризалығын алады, сосын барып ары бері жүреді. Ол бір адамға бастық болдым деу оңай емес. Мына жерге имам бола салу, артыңызда тұрған әрбір адамның намазына жауап бересіз. Сол үшін дәретіңізді фиқта таласатын мәселелерге кіріп алу, бұл имамға жараспайтын іс, бауырлар. Имам адамның дәреті безупречный болу керек, өте ұқыпты, мықты алынған болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өте көп айтқан, жәннатқа кіргізетін амалдардың біреуі дәретті салқын кезде болса да, қиналса да алу, және дәретті толық алу дейді. Шынтаққа шейін жай ғана жуу емес, шынтақтың үстіне асырып жуу. Аяқты жай тобыққа шейін емес, тобықтың үстіне балтырға шығарып жуу. Имамның дәреті осындай болады. Имамға шығатын адам жай ғана әйтеуір суды патыр-пұтыр шашып денесіне жағып келмейді. Суды көп адам дәрет алғанда байқайсыздар ма? Жағады. Су жағылмау керек, су жуылу керек дәретте. Жуылу керек, яғни ағып түсу керек денеңізден. Ана суды алып үстіне бүйтіп жағатындар бар, ол маз сияқты, крем сияқты ол. Су крем емес. Ол денеге бүйтіп жағылмау керек, ол жуылуға саналмайды. Бәлки суды алып ағызу керек, кәдімгі ағу керек шынтағыңыздан. Жай ғана шынтақтан емес, үстіне шығарып жуыңыз қарыға шейін. Сондықтан бауырлар, имамға шығатын адам дәретіне берік болсын. Дәретіне берік болсын. Дәреті өте ұқыпты алынған. Анау бола береді, мынау бола береді. Бола беретпен жүрген адам ертең бір жерде де бола береді деп қисайып қалады. Негізі қай нәрседе жеңілдікті қуған адам өмір бақи сол жеңілдіктің жанына еріп кетеді. Күн салқын болса да, су салқын болса да, бисмилля деп тұр дәрет алу керек. Анау бейне бір керемет ыстық сумен алып отқандай қылып, асықпай. Сол алған адамның дәреті сол кісіні жәннатқа апарады, сол кісінің бетіне нұр береді. Сол үшін бауырлар, дәлелім бар ғой деп біреулердің әйтеуір брошюркілерінен анау айтты ғой, мынау айтты ғой деп алып алмаңыздар. Бауырлар, ол айтқан сөздер 20-шы ғасырдың ғалымдары шығар. Олар қателеспейді деп кім айттыңыз? Олар мұжтахид емес қой. Ижтихад дәрежесіне жетпеген адамдар шамасы жеткенше айтты. Әйтеуір иншалла қабыл етсін Алла тағала. Бірақ шындап келгенде 4 мазхабпен санаспады. 4 мазхабтың барлығында көріңізші, қандай нәрсеге масих тартуға болады дегенде біліміңіз болса, көріп ақтарсаңыз түсінесіз. Өйткені мәсіге масих тартуға пайғамбарымыз рұқсат берген 70 хадис келген. 72 ма, 73 па хадис, егер дәл болсаңыз. Пайғамбарымыз мәсіге масих тартқан деген мутаватир дәрежесінде келген. Басқа хадистер, мысалы, жаурап, сандал, анау мынауға келгендерде сіз ол атын айту керек. Пайғамбарымыз мәсі дегенде қандай нәрсені айтты деп соның сипатына шейін түсіріп барып не қылады. Мысалы, менің де аяғымда тұр, көп адамның аяғында қазір осындарды байқаймын, кожаный нәски бар. Оның аты мәсі емес, ол нәски. Міне сол нәски ол. Міне нәскиге масих тартып жатыр деген хадиске мен амал қылам.
менің аяғымда кожаный носки бар. Сондықтан, бауырлар, мынау аятқа, мынау хадиске амал қылдым деп асықпаңыз. Басқа ғалымдардың бәрін толығымен алсаңыз, талас мәселелерге кіру, немесе жаңағыдегі дәреттің дұрыс болмау, намаздың арасында таластарға кіріп кету, бұл бауырлар бізді жақсылыққа алып бармайды. Уақытта болып қалды деймін. Субханакаллахумма ва бихамдика ашһаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Я Аллахым, барлық біліп білмеген үлкенде кішіде күнәларымыз кешіргейсің, дерт сырқат науқастарымызға шипа бер, исламға қуат бер, мұсылмандарға бірлік бер, ел басымызға, дін басымызға амандық бер. Я Аллахым, кімде-кім исламға, мұсылмандарға бір жамандық алып келсе, сол жамандықты өз басына салып, бізді одан аман алып қал. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин ва алейхи ва сахби ва саллим. Бізден қалған ұрпақты намазхан адамдардан қыла көргейсін. Бирахматика я рахман.